Міне потологымыз бітіп тұр қазір сіздерде біздің. Осыған стенаға молдинг жапсыратын боламыз. Молдингті жапсыру үшін бізге мынандай құрал керек болады. Болмаса ручной стусалар болады. Бізде молдинг міне мынау сыртқы размерде жүретін. Екінші бар тағы да жіңішкесі. Міне мына жерде стенаға меткілеп сызып, размерін шығарып, дизайнымыздың дайындап қойғанбыз. Енді жабыстыру жұмыстары басталып жатыр. Бұл жерде айтатын нәрсе, көпшілік айтады ғой, жаңағы түсіп қалады дейді, көтеріліп кетеді. Жаңағы стенадан ажырап кетеді. Финиш жағуға болмайды дейді біреулер. Кладтың үстіне жабыстыру керек дейді. Ол кладтың үстіне жабыстырсаңыз, жұмысыңыз қиын болып кетеді. Оны үшкіркілеу қиын болады. Одан кейін бояуға кладты өте қиындау болады. Сондықтан қорықпай черновой лепкасы да, финишті да жаға беруге болады. Үшкіркі біткеннен кейін грунтовка жүру керек. Грунтовка жүру керек. Енді ол өзінің жаңағы несін грунтовкасын алатын болсаң өте қымбат болады. Оны да жағып көрдік, жабыстырып көрдік. Ең дұрысы қол жетімді Алина фирмасының грунтовкасы жақсы, банкідегі. Соны екі қайта болсын ешқандай суға араластырмай өзін жағып шығу керек стенада. Сонда стена қатып қалады. Енді мына жерде қазір меткісін алып жатыр. Осы меткалармен жабыстырып шығады. Потолок жайында кейін видео түсіретін болам тағы да. Ал жігіттер бітті. Рамканы краска басталады, құдай қаласа.